Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан. Бүгін сіздермен жылқы етінен дәмді жұмсақ қуырдақ жасайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен қазанымызға сұйық майымызды құйып, аздап қыздырып алатын боламыз. Кейін тұздалған етімізді саламыз. Алдын ала аздап тұздап алдым бұл етті. Және де аздап араластырып қуырып бастаймыз. Отымыз орташа баяу отта қуырамыз. Егер де қатты отта қуыратын болсақ, етіміз қатты болып, дұрыс піспей қалуы мүмкін. Сол үшін орта отта қуырып бастаймыз. Мінекей етіміз қызарып, 1 сағаттай уақыт өтті. Алдын ала тазартылып, туралған картоп пен бауырды салып, қозғамай бетін жауып қоямыз. Өзінің буымен шамамен жарты сағаттай уақыт тұрды. Кейін араластырып, тағы бір 20 минутқа қоямыз. Бауырды картоптан кейін салу себебі етпен бірге қуырса, бауыр қатты болып пісіп қалады. Сол себепті картоппен бірге салсаңыздар, бауыр жұмсақ болып, әдемі болып пісетін болады. Енді бір тағы 20 минут қоямыз. Мінекей қуырдағымыз дайын болды. Өте дәмді шықты. Рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Мінекей жұмсақ өте дәмді қуырдағымыз шықты. Ас болсын баршаңызға.